Құрметті Садыр Нұрғалиевич, Қазақстанға келгеніңіз құтты болсын. Сайландыңыз. Қырғыз халқы сенім көрсетті. Туған қырғыз халқының болашағы үшін еңбегің табысты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Екі елдің арасындағы қарым-қатынас жөнінде көп шаруалар істелді. Талай келісімдерге қол қойылды. Стратегическое партнерство деген, союзничество деген. Соның бәрін жандандыру керек. Жаңа Қасым-Жомарт Кемелұлымен әңгімелерің жақсы өтті. Екі жақтан болашақта қолдан келген бәрін біз істейміз әр уақытта. Елдің іші тыныш болса, барлығы болады. Тек қана табыс, жақсылық тілеймін. Рахмет, ардақты Нұрсұлтан аға. Мен сізменен көрішіп отырғаныма бүгін қуаныштамын. Сізді мен бардық өлкөлерде, Орта Азия, Азия өлкөлерінде емес, дүйнө жүзінде абыройы бар. Өзіңіздің ордыңыз бар саясатчы, беделі биік саясатчы қатары сыйлаймын. Сіздің емгегіңіз қазақ менен қырғыздың достығында, қарым-қатынашында ушундай ынтымақты бекемдеген, жол салған адамсыз. Мұны қырғыз, қазақ бүкілі жұрт білет, сыйлайды сізді. Дайыма мындай қазақ менен қырғыздың ортасындағы мамлекеттердің биргелешип иштөөсүн, анын ичинде ошо биздеги Кыргызстанга кыйынчылык мезгил түшүп калганда сиздин жардамдарыңыздардын баардыгын кыргыз эли унуткан жок, унутпайт мындан ары. Дайыма ушул биргелешип казак-кыргыз бир тууган болуп мындан ары мамилени чыңдоого биз дайым даярбыз. У нас имеются тачскрины, используя их, мы можем подробно ознакомиться с каждым экспонатом. Например, выбрав шлем более... Начиная с центральных элементов появляется описание. Образно демонстрирует тот труд, который был, в котором вы... 12 ноября 1993 года и автомобильных путей. На экране